10 есеп. Бірінші есебimiz төбелері суреттегі шеңбердің A, B, C, D, E, F, G, H нүктелері болатын неше үшбұрыш бар екенін анықтаңыз. Есепті комбинаторикалық жолмен шығарған жөн, себебі суреттерді салып отырып санау өте қиынға соғады. Сондықтан біз не жасаймыз? Бұл жерде шеңбер берілген. Не үшін берілген? Біз білеміз, бір түзуге тиісті емес үш нүктеден оларды қос-қостан қосып үшбұрыш жасауға болады. Ал шеңбердің бойындағы кез келген үш нүкте бір түзуге тиісті емес. Сондықтан кез келген үш нүктені алып жіберіп, оларды қос-қостан қосып үшбұрыш алуға болады. Мысалы, A, C, F үшбұрышы. Мысалы үшін H, B, G, қайтадан H қосайық, мынандай үшбұрыш. Тағы сол сияқты. Яғни біз берілген 8 нүктеден, яғни 8 элементтен 3 элементті неше тәсілмен таңдап алуға болатынын тапсақ болған. Сонымен C 8-ден 3 формуланы біз білеміз. Бөлшектің алымында 8-дің факториалы, бөлімінде 3-дің факториалы көбейтілген 8 минус 3-дің факториалы. Осы өрнектің мәнін есептеу керек. Алымында 8-дің факториалын жазып қоямыз. Бөлімінде 3-дің факториалы көбейтілген 8-дің 3 азайтқанда 5 шығады, 5-дің факториалы. 8-дің факториалы менен 5-дің факториалын қысқартуға болады. Мына жерде бір қалады. Ал 8 факториалдың орнында 6 көбейтілген 7 көбейтілген 8 қалады. Бөлімінде 3-дің факториалы 6 болатынын білеміз, соны есептеу қиын емес. Алымында 6-ның бөліміндегі 6-ны қысқартамыз. Сонда 7 көбейтілген 8 қалады. Сонымен есептің жауабы 56. Шеңбердің бойында берілген 8 нүкте арқылы барлығы 56 үшбұрыш салуға болады екен.